Усейн Болт туралы 10 дерек. Усейн Сент Лео Болт 1986 жылы 21 тамызда туған. Барлық уақыттағы ең ұлы спринтер болып саналатын мансабын аяқтаған ямайкалық спринтер. Ол 100 метр, 200 метр және 4x100 метрге эстафеталық жүгіруден әлем рекордшысы. 8 дүркін олимпиаданың алтын жүлдегері Болт 3 олимпиадада 2008, 2012 және 2016 жылдары қатарынан 100 және 200 метрге жүгіруден олимпиада чемпионы атағын жеңіп алған жалғыз спринтер. Ол сондай-ақ 2-4x100 эстафеталық алтын медаль жеңіп алды. Ол 2008 жылғы Бейжің олимпиадасында әлемдік рекорд уақытында қос спринттегі жеңісі үшін бүкіл әлемге танымал болды. Бұл оны толық автоматты уақыт міндетті болғаннан бері екі рекордты да ұстанған алғашқы адам болды. 11 дүркін әлем чемпионы. Ол 2009 жылдан бастап 2015 жылдар аралығындағы қатарынан 100 метр, 200 метр және 4x100 метр эстафеталық әлем чемпионатының алтын медалін жеңіп алды. 2011 жылы 100 метр жалған стартты қоспағанда, ол әлем чемпионаттары ең табысты ер спортшы. Болт 200 метр қашықтықта 4 әлем чемпионатында жеңімпаз атанған алғашқы спортшы және 100 метр қашықтықта 3 титулға ие болған ең табысты спортшылардың бірі. Ол 9:7 және 9:6 секундта қашықтықты жүгірген алғашқы адам. Болт 2009 жылы 9:58 секундпен 9:69-ды 100 метрлікте жаңартқан екінші әлемдік рекорд жақсартты. Бұл электрондық тайминг басталғаннан бергі ең үлкен жақсарту. Ол 2008 жылы 19:30 секундты және 2009 жылы 19:19 секундты бағындырып, 200 метрлік әлемдік рекордты 2 рет жаңартты. Ол Ямайкаға 4x100 метрлік эстафеталық 3 әлемдік рекорд жасауға көмектесті. Қазіргі рекорды 2012 жылы орнатылған 36:84 секунд болды. Болттың ең сәтті көрсеткіші 200 метрде 3 олимпиадада және 4 әлем чемпионы болды. 2008 жылғы олимпиадада оның 100 метрден астам халықаралық дебюті болды. Ол бұған дейін көптеген 200 метр медальдарын жеңіп алған болатын. Соның ішінде 2007 жылғы әлем чемпионатының күмісі және 2021 жылы Эрион Найтоннан асып түскенге дейін 20 жасқа дейінгі және 18 жасқа дейінгілер арасындағы әлем рекордтарын ұстанған. Оның спринтер ретіндегі жетістіктері оған бақта найзағай деген лақап атқа ие болды және оның марапаттарына IAAF-тың дүниежүзілік жыл спортшысы, жылдың ең жақсы жеңіл атлетикашысы, BBC шетелдігі жылдың спорт тұлғасы 3 рет және Лауреус кіреді. Әлемдік жылдың спортшысы 4 рет. Болт Time журналының 2016 жылдың ең ықпалды 100 адамы тізіміне енді. Болт 2017 жылғы әлем чемпионатынан кейін мансабын аяқтады. Ол өзінің соңғы жеке 100 метр жүгіруінде 3-ші орынды иеленіп, 200 метрден бас тартып, 4x100 метр эстафеталық финалда жүгіруде жарақат алды. Бойы 195 см. Назарларыңызға рахмет.